Бұл сағат. Сағатта циферблат болады. Бұл бөліктерге бөлінген, екі тілшеден тұратын және цифрлар жазылған шеңбер. Ұзын тілі минутты, қысқа тілі сағатты көрсетеді. Бұл туралы толығырақ екінші сыныпта оқып білесіңдер. Қане, циферблатта орналасқан сандарды ретімен атайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сағат тілшесі бір сағатта бір цифрдан келесі цифрға жылжып үлгереді. Есте сақта. Сағаттық тілше кез келген санды дәл көрсетіп тұрса, минуттық тілше дәл 12-ні көрсетіп тұрады. Бұл сағаттық тіл көрсеткен дәл уақытта білдіреді. Мысалы, мына сағаттар дәл 2 болғанын көрсетіп тұр. Ал қазір сағат қанша? Дұрыс, сағат 5.